Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Таңшолпан. Бүгін біз шех қарыннан әсіп және қазыдан бешбармақ жасаймыз. Бірінші шех қарынымызды жақсылап жуып, оны қаламның көмегімен аударып, тағы да қайта жуып, және де оны видеодағыдай өреміз. Іші өте ұзын болғандықтан өрген өте ыңғайлы. Сондықтан жақсылап өреміз де оны ыстық суға салып, жақсылап қайнатып пісіреміз. Одан кейін қарынды тазалаймыз. Қарынды тазалауды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Қайнаған ыстық суды құйып, бетіндегі осындай қабықтарын ажыратамыз. Жақсылап ажыратып, оны да қайнатып 1 сағат, 1,5 сағат, даже 2 сағатқа дейін қайнатып пісіру қажет шех қарындарды, өйткені олар қатты болады. Ол уақытта қазымызды қазанға салып, еттерімізді, құйрық майды барлығын салып пісіреміз. Бетіндегі көбігін алып жақсылап пісіреміз. Одан кейін көкөністерді ашып, осылай жақсылап жуып, қазанға 2-3 өздеріңіздің қалауларыңызша салуға болады. Картошка, болгар бұрышы, помидор, сәбіз салғанды жақсы көремін. Өте дәмі керемет болып шығады, болгар бұрышын қоссаңыздар. Одан кейін піскен шех қарынымызды мясорубкіден өткізіп, электронный болса электронный, қол болса қол мясорубкіден өткізіп, оған овощтарымызды қосамыз. Мен осындай қызыл болгар бұрышын, сәбіз, пияз, картошка және 1 дана чеснок қостым. Оны жақсылап өткізіп болған соң тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Одан кейін 1 жарты шай ішетін 1 пиала күрішті жақсылап жуып, оны қосамыз. Приправа, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай өте жақсылап араластырамыз. Одан кейін қойдың бүйені дейді ғой, осындай бүйенге салып шығамыз осы дайын болған массамызды. Егер осылай қасықпен салынбай бара жатса, лайфхак, баклажканың қақпағын кесіп осылай салсаңыздар өте тез болады. Басы үлкендеуін алсаңыздар, вообще керемет болады. Біздің әсібіміз дайын болды. Бұл әсіпті енді қазанға саламыз. Қазанға салған соң ішіндегі осындай ауалары қалуы мүмкін, сондықтан оны инемен тесіп шығарамыз. Менде сорпам өте майлы болды, өйткені менің қазым өте майлы, қазыдағы барлық май сорпаға шығып кетті. Осылай 2 сағат кемінде жақсылап қайнатамыз. Одан кейін 1 жұмыртқа су, тұзға осындай қамыр илеп, оны 15 минутқа июін қанғанша қойып, қамыр жаямыз. Қамыр жайғанда 2 шетін ғана басу керек, өйткені және де қатты баспау керек. Қатты бассаңыздар, шеті қалың болып қалады. Қамырды да өте жұмсақ емес, және қатты емес, орташа етіп илейміз. Жұмсақ болса кейін қамырды салған кезде езіліп кетуі мүмкін. Қатты болса, ол қатты болып жайылмайды және қатты болып піседі. Сондықтан орташа оған өте әдемі болады. Одан кейін оқтаудың көмегімен осылай кесіп аламыз. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын.
дайын болған қамырды салып аламыз. Мінекей біздің әсібіміз пісті. Өте осындай әдемі, түсі де әдемі, дәмі де керемет болып шықты. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Біздің бешбармағымыз да дайын болды. Бешбармақ қазымен өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менің келесі видеомды өткізіп алмас үшін уведомление қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің видеом ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Рахмет.